Мен Балауса Амантай және менің әріптесім Қалдыбек Жайсаңбай. Сонымен бірінші қыркүйекті де атап өттік, білім күнін атап өттік. Ендеше осы күні не болғаны жайында оқу жылының ұзақтығының ұлғаюына байланысты көптеген мектептерде мысалға 5 күндік форматы өтті. 3,6 миллион оқушы 7 мыңнан аса мектепте осы жерде білім алып жатыр. Және солардың барлығын айтатын болсақ, әрине оқушылардың зейіндері ашылсын деп тілейміз. Тағы да айта кетейік, дәл осы күні Іле Алатау бөктерінде қазақылыққа тәрбиелейтін ана тілімізді жаңа форматта оқытатын заман талабына сай мектеп ашылған екен. Заман деп айдар таққан мектепте инновациялық және оқыту үдерісінде жоғары тиімділікті қамтамасыз ететін жаңа енгізілген білім беру жүйесі қолданылады. Ал жоғары деңгейде білім беретін оқу орнының мақсаты ұлттық болмысқа тән және қазіргі заманға сай озық тұлғаны тәрбиелеу деп атап өтті білім орталығын құруға мұрындық болған Аман Қуанышұлы мен Гаухар Рахманбердіқызы. Министрлік тарапынан қолдауға ие болған Заман скулдың ашылуына елімізге белгілі тұлғалар да ат басын тіреген болатын. Ендеше соларды дәл қазір тыңдап көрейік.